Ыбырай Алтынсариннің бай баласы мен жарлы баласы әңгімесінде екі түрлі тәрбие тәлім көрген, өмір туралы түсінік ұғымы да түрліше, екі баланың Асан мен Үсеннің бір күндік тіршілігін салыстыра суреттей отырып, олардың іс-әрекетіне әлеуметтік тұрғыда мән береді. Ойнап жүріп, көшкен елден аңдаусызда көз жазып қалған екі бала бастарына түскен ортақ жағдайды екі түрлі қабылдайды. Байдың баласы Асан бас салып жылап, қиындық алдында дәрменсіздік көрсетсе, кедейдің баласы Үсен байыптылық танытып, ересек кісіше әрекет жасайды. Көшкен жұрттың бағытын анықтап, қажет деген заттарды жинап алады. Сөйтіп, Үсеннің тапқырлығы, байқағыштығы мен ақылдылығы арқасында екеуі қарны тоқ, аман-есен көшкен елін табады. Ағартушы Ыбырай Алтынсарин құрдас екі баланы бір жағдайда екі түрлі мінез, құлық, әрекетпен көрсету арқылы мәні зор қоғамдық мәселені көтерген. Асанның ойсыздығы мен қорқақтығы, икемсіздігі, дайын асқа тік қасықтығы тәрбиеден. Оның кішкентайынан еңбек етпеген, байдың ақсаусақ ұлы екендігінен болса, ал Үсен бойындағы Ыбырай ардақтап балаларға үлгі етіп отырған асыл қасиеттердің байыптылық, еңбек сүйгіштік, тапқырлық, ақылдылық, іске икемділік және тағы басқа қасиеттердің түп төркіні еңбекші халықта. Оның күнделікті өмір тәжірибесінен туындайтын даналығында жатыр. Үсеннің ата-анасы адал еңбегімен күн көрген кедейлер, халық өкілдері. Олар баласын кішкентайынан ерінбеуге, еңбек етуге, өмірде кездесетін қиыншылықтармен күресе білуге тәрбиелеген. Үсен басына қиындық түскенде Асан секілді дәрменсіздік танытпайды. Байыппен, ақылмен ойлап, оны жеңіп шығады. Бұдан әңгіменің идеясында айқын көрінеді. Ыбырай әңгімесінде халықтың тәрбиесі мен даналығын ардақтай келе, балаларға оның бар қасиетін бойына жинақтаған Үсен секілді жас та болса көргені де, көңілге түйгені де көп, еңбекшіл, адал, ақылды өкілін үлгі етеді. Сондай болуға шақырады. Өмірдің егесі Асандар емес, еңбекшіл Үсендер болғай, дейді.